Веб-дизайн пәні бойынша алғашқы лекциямызды бастаймыз. Лектор Аязбек Ақбергенұлы Бейсенқұлов. Веб-дизайн дегеніміз пайдаланушының веб-браузер немесе басқа да графикалық веб-интерфейсімен көре алатын технологияларды қолданып, веб жүйесі арқылы электронды мазмұнын жеткізетін жобалау, жоспарлау, модельдеу немесе жүзеге асыру үрдісін қарастырамыз. Веб-дизайнның негізгі аспектілері мыналар. Мазмұны, сайт тақырыбының ақпараты толық болуы керек. Қолдану қолайлылығы, сайттың пайдаланушы интерфейсі ыңғайлы, қарапайым болғаны жөн. Сыртқы түрі, сайттың барлық беттерінде графика мен мәтін бір стильде орналасуы керек. Безендіру стилі кәсіби тартымды түрде болғаны жөн. Көрінісі, сайт көптеген іздеу жүйелері және жарнамалық аудандарда оңай табылуы тиіс. Міне, веб-дизайнға қойылатын ең негізгі талаптар осылар екен. Веб-дизайнды біз веб-технологияның бір элемент ретінде қарастырамыз, ал веб-технология туралы айту үшін алдымен бұл электронды есептеу құралдарына негізделген жүйе екенін білеміз. Біз электронды есептеу құралдары ретінде компьютерді, ноутбукты, смартфонды, планшетті, басқа да гаджеттер мен құралдарды қарастырамыз. Олардың барлығы электронды есептеуге негізделеді. Яғни цифрлық құралдар деп аталады. Бұл цифрлық құралдардың барлығы бірдей есептеу, сақтау және жеткізу белгілі бір амалдарды орындауына құрылған. Оларды біз екілік код дейміз, яғни белгілі бір программалар арқылы алгоритмдерді 1 және 0 арқылы жүзеге асырады. Міне осы құралдарды пайдаланып, біз веб-технологиямен жұмыс істейміз, оны пайдаланамыз, қажетімізге жаратамыз. Ал енді кез келген веб-ресурс, яғни өнім жұмыс істеу үшін оған қажетті 3 негізгі ұғым бар. Бұл бірінші, осы көптеген миллиондаған, миллиардтаған құралдардың арасында белгілі бір байланыс орнауы керек. Ол байланыстың арнайы протоколы бар. Ол ғылым тілінде HTTP, яғни гипертекстік транспорт протоколы деп аталады. Екінші, осы миллиондаған құралдардың, миллиардтаған құралдардың арасында олар бір-бірін оңай табу үшін әрқайсысына жеке адрес беріледі. Оны біз IP адрес деп айтаймыз. Оның ғылыми тілі әмбебап адрестер ресурсы деп аталады. URL деген сөз осыған жауап береді. Үшінші, міне осы құралдардағы ақпараттың барлығы бірдей оқылу үшін, бірдей көріну үшін, ұғынықты болу үшін, қолжетімді болу үшін оған ортақ тіл керек. Осы тілді HTML деп атайды. Яғни гипертекстік белгілеу тілі деп аталады. Міне осы 3 технология біріккен жағдайда ғана біз өз ақпаратымызбен жұмыс істей аламыз, жеткізе аламыз, пайдалана аламыз. Міне осы негізгі ұғымдарды түсініп алғаннан кейін, енді веб-дизайнның негізгі өзінің міндеттеріне көшейік. Қазіргі уақытта веб-дизайнды үрдіс ретінде, яғни процесс ретінде қарастырамыз. Ол веб-технология мен веб-ресурстарға негізделеді. Бұрын біз дизайнды тек қана безендіру элементі, безендіру кезеңінде ғана қарастыратын болсақ, қазір оны дайын өнім ретінде қарастыратын болдық. Яғни эскиз жасау, жоба жасаудан бастап, оның виртуалды, визуалды образына дейінгі барлық процесті біз веб-дизайн деп атаймыз, веб-дизайн деп қарастырамыз, жүзеге асырамыз. Міндетті түрде бұл веб-дизайн белгілі бір бизнес ортада жүзеге асады, яғни оны басқару, оның белгілі бір амалдарын атқару, қолжетімді ету, қолайлы ету деген сияқты процестердің барлығы жүзеге асырылады. Яғни оның кез келген өнімнің тұтынушысы болу керек. Ол өзінің сұраныстарына байланысты қажет ресурстарды қарайды. Егер ондағы нәрселер оған керек болатын болса, оны сатып алады, болмаса сатып алуға әрекет жасайды, болмаса ол туралы белгілі бір пікір қалыптастырады, қызметті тұтынады деген сияқты. Міне осындай сан түрлі амалдарды жүзеге асырады. Яғни тұтынушы бизнес ортадағы процеске қатысқан жағдайда ғана веб-дизайн өзінің мақсатына жетеді, өзінің тұтынушысын табады деген сөз. Міне сондықтан да
бұл үрдісті бөліп жарып қарастыруға болмайды. Оны бір аяқталған өндіріс продукт ретінде басқа да дизайн өнімдерімен қатар қарастыру қазір қалыптасқан. Веб-дизайнға қатысты мамандықтар. Веб-дизайн процесіне өте көп мамандықтар қатысады, көп адамдар қатысады. Міне, оны біз технология ретінде қарастырып отырмыз, оны бизнес өнім ретінде қарастырып отырмыз, оның енді дизайн негізгі элементі деп отырмыз. Және өте көп адамдар тобы, неше түрлі қауымдастықтар, жеке адамдар, аймақтар қатыстырылатын болғандықтан, бұл ортада үлкен алмасу процесі жүзіп жатады. Яғни тұтынушыға ол қолайлы қажетті болатын болса, ол танымал болады, ол қолжетімді болады деген сияқты. Ал енді осы өнімді жасайтын адамдардың да тобы әпжіктеурім үлкен. Соның ішінде журналистердің міндеті, журналистиканың міндеті веб-контент жасау. Вебке не қажет, веб ресурста қандай өнімдерге сұраныс бар, соған ескере отырып, соны жасау міндеті жүктеледі. Әдетте әрбір веб ресурсқа жеке менеджерлік топ жасақталады, оны басқаратын белгілі бір адам болады. Ол топтың әрқайсының өзінің атқаратын міндеттері бар. Бір адам бірнеше жобамен бір мезгілде жұмыс істеуі мүмкін, болмаса агенттік бірнеше жобамен қатар жұмыс істеуі мүмкін. Бірақ әрқайсының өзінің міндеті, атқаратын мерзімі, тапсыратын уақыты, өткізетін уақыты белгіленеді. Міне, ең негізгі көп жұмысты атқаратындар ол дизайнерлер, фотографтар, иллюстраторлар, контент менеджерлер. Міне соның барлығы ақпаратты жасақтайды. Оларды әдетте арт-директор басқаруы мүмкін, болмаса әрқайсы жеке-жеке өз жауап беруі де мүмкін. Міне өнімді жасақтайтын адамдар осылар. Өнім жасақталғаннан кейін оны бағдарламалар, яғни компьютерлік арнайы құралдар арқылы, бағдарламалар арқылы оны беттеу, оны белгілі бір тәртіппен орналастыру, безендіру, түсін қою, шрифттерін таңдау деген сияқты, белгілеу деген сияқты екінші, үшінші процесс жүзеге асады. Яғни олар арнайы компьютерлік құралдар арқылы компьютерді беттеп, программистер дайын болғаннан кейін оны енді біз сайтқа орналастырамыз. Әдетте әрбір ресурсқа веб-домен арнайы алынады. Сол домен арқылы ол танымал бола бастайды, басқаларға жетеді. Кез келген адам сол домендік адрес арқылы оны тауып алатын болады. Болмаса приложение, әр приложениенің өзінің тарату жүйелері арқылы өзінің адресін табады, өзінің жолын табады деген сияқты. Міне осының барлығын орналастырып болғаннан кейін оның қадағалайтын мамандар болады. Яғни оның сапасын қарастыратын басшы болады, топ болады, және оны тест жасайтын. Яғни сіз жасаған өнім әртүрлі құралдарда қалай ашылады, онда қателіктер кеткен жоқ па, жүйесі дұрыс па, көрінуі қалай, ауытқулар болған жоқ па негізгі жобадан. Міне соның барын тестлеп, содан кейін ғана ашық ақпарат таратыла бастайды. Міне басқа адамдар қатысуы мүмкін. Енді бұл процесс өте ұзақ, өте күрделі. Сондықтан бұның әрқайсысын алдағы уақытта жеке-жеке қарастыратын боламыз. Қай адам қандай жұмыс атқарады, неге жауап береді, қай амалдарды орындайды, сапасына кім жауапты деген сияқты сұрақтардың барлығына алдағы уақытта жауап беретін боламыз. Веб-дизайнның кезеңдерін әдетте міне негізгі мынадай элементтерден тұрады. Веб-сайтты жасақтау бірінші ең бастысы жоспарлаудан басталады. Жоспарлау кезеңінде мынадай мәселелер шешіледі. Сайт қайда орналасады, сайттың аудиториясы кім, яғни тұтынушысы кім, бұл сайтты болашақта кімдер қарайды, болмаса смартфонға арналған қосымша болса, бұл қосымша кімге арналған деген аудиториясын өте дәл анықтап алуымыз керек. Осыған байланысты қандай ақпарат жарияланады? Бұл ақпарат басқалармен салыстырғанда қандай артықшылықтарға ие? Сіздің бәсекелестеріңіз кім? Бизнес ортада осыған ұқсас қандай ресурстар бар? Ол ресурстардан сіздің ерекшелігіңіз неде? Міне осыны анықтап алу кезеңі, яғни жоспарлауға жатады.
Сонымен бірге қолданушылармен қарым-қатынас қандай түрінде ұйымдастырылады? Кері байланыс дейміз, тікелей байланыс дейміз. Оларға ақпарат қалай жетеді? Міне соның барлығын күні бұрын жоспарлап аламыз. Алдымен жоспарланып, мақсатты аудиториямыз белгілі болғаннан кейін, енді элементтерді жасақтау процесі басталады. Міне жоспарлау, план. Біз жасайтын веб-сайттың болмаса қосымшаның түр-түсі қандай болады, қандай шрифттер қолданылады, қандай мәтін қолданылады, ол мәтіндер қалай орналастырады, суреттер, қандай суреттер орналастырады, видео материалдар, қосымша материалдар бола ма, болмай ма, суреттер қажет болса ол суретті сатып аламыз ба, дайын суреттерді, болмаса өзіміз түсіреміз ба. Міне соның барлығы өте ыждахатты жоспарланып, күні бұрын жоба жасалады. Міне осы эскиз әбден дайын болған жағдайда ғана оның навигациялық құралдары неше беттен тұратын болады, қалай беттеу керек, міне осы дизайнды жасауға кірісеміз. Толық осы процесс дайын болған кезде болашақ сайттың, болмаса қосымшаның прототипі, яғни алғашқы үлгісі жасалады. Алғашқы үлгі прототип жасалғаннан кейін ғана барып, ол жаңағы тапсырыс берушімен, болмаса компаниямен, болмаса жеке адаммен әбден келісіліп алады. Содан кейін ғана ол программа жасау, яғни компьютершіктерге өткізіледі. Бағдарлама жасаушылар жасалған эскизге, прототипке сәйкес оны компьютерлік бағдарламалар арқылы барлық элементтерін орналастырады, оның жұмыс істеп тұрған нұсқасын жасайды. Жұмыс істеп тұрған нұсқасы жасалып болғаннан кейін тест жасалады. Яғни оны тексеру, әртүрлі құралдарда ашып көру, қателіктерін түзету, байланыстарын дұрыс түзу, жаңағы түс, басқа да ерекшеліктер бойынша, шрифт бойынша қандай ерекшеліктер бар, міне соның бәрін ескеріп, аяқталған тест жасалады. Жұмыс әбден дайын болған кезде, сіздің тапсырыс берушіңіз оны тағы бір тексеріп, иә деген өзінің келісімін қолдағанын білдіргеннен кейін ғана бастап, оны жариялауға мүмкіндік туады. Яғни веб-ресурстарда, интернетте оны көру мүмкін болады. Басқаларға да көруге болады, тұтынушыларға жететін болады. Міне жариялау процесі ол компьютерлік құралдар арқылы жүзеге асырылады. Жаңағы домен, сайт, арнайы веб-серверлер арқылы жүзеге асырылады. Міне осы амалдар атқарылғаннан кейін ғана ол енді оны біз ресурсты танымал етуіміз керек көпшілікке. Яғни іздеу машиналары оны көру керек біріншіден, сіздің мақсатты клиенттеріңізге ақпарат жету керек. Яғни ол процесті біз ілгерілету дейміз. SEO оптимизация, SEO продвижение. Міне осы процесс жүзеге асқаннан кейін сіздің ресурсыңызды басқалар көре бастайды, одағы ақпаратты тұтына бастайды, оны пайдалана бастайды. Міне енді ол процесті біз бақылап отырамыз. Кім қай уақытта көрді, қанша адам кірді, қандай әрекет жасады, қаншалықты ұзақ көрді, қандай құралдармен көрді, көрген адамдардың мүмкіндігінше портретін жасауға ұмтыламыз. Яғни олардың жасы нешеде, жынысы қандай, қандай құралдарды пайдаланады, қай аймақта тұрады, және қандай амалдар жасады. Егер өнім болатын болса сіздікі сатып алды ма, тапсырыс берді ма деген сияқты. Егер қызмет болатын болса, ол қызметке қанағаттанды ма, қандай баға берді. Егер ол жерде комментарий, басқа да кері байланыс құралдарын пайдаланып болса, қандай өзінің ұсыныстарын берді, қандай комментарий қалдырды, қалай бағалады деген сияқты міне бақылау процесі басталады. Және бұл процесс мына сіздің жоспарлауда кеткен кейбір кемшіліктеріңізді түзетуге де, программаны жазу кезінде кейбір кемшіліктерді түзетуге де мүмкіндік жасайды. Яғни бұл процесс үздіксіз жүріп отырады. Бақылау арқылы сіз өзіңіздің өте тиімді, өте жақсы, пайдалы ресурс жасауыңызға көмектеседі. Міне осылай процесс үздіксіз жүріп отырады. Міне жаңағы біздің журналистиканың негізгі мақсаты контентке жауап береміз. Яғни аудиторияның сұраныстарына қажетті, олардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, олардың жаңа уақытын бөлуіне, басқа да ресурстарын бөлуіне қажет контент жасау беруіміз керек. Міне оған ең басты кезеңдері оның анализ жасау, талдау, яғни нарықты білу,
конкуренттердің мүмкіндігін білу, сіздің өзіңіздің ерекшелігіңізді басымдық жасау деген сияқты процесстер жүзеге асырылады. Оны өнен кейін тиімді жасау керек, оны жаңағы тарату керек, жариялау керек, дұрыс құралдарды өте тиімді қолдану керек, заманауи құралдарды қолдану керек, оны ілгерілету керек және оны бақылап отыру керек. Міне осы процесс ұдайы бірін бірі толықтырып, мысалы шеңбер ретінде ұдайы жалғасын тауып отырады. Сол арқылы ғана сіз өзіңіздің контентіңіздің, яғни сіз жасаған өнімнің танымал болуын, оның белгілі бір мақсаттарының орындалуын қамтамасыз етесіз. Бұл жерде тек қана жақсы өнім жасадым сонымен болды емес, оны жеткізу, оны тарату, оған кейін жауап беру, оны танымалдығын арттыру сияқты міндеттер ұдайы назарда болғаны жөн. Негізі мына классикалық веб дизайн процесінде бұл жұмыстардың барлығын екі кезеңге бөліп қарастырады. Фронт-энд, яғни алғашқы жобалау эскизден бастап оның жаңа жариялауға дейінгі процестердің барлығы осы кезеңге қатысты болып табылады. Оның өз мамандары бар, өз жауапкершілігі бар, өз құралдары бар және өзінің міндеттері бар. Мына жерде соның барлығы талдап жазылған. Ал енді жарияланғаннан кейін оны бэкенд, яғни кең танымал ортаға тараған кездегі міндеттері, міне оның өз міндеттері, өз қағидаттары, өзінің басқару құралдары деген сияқты бақылау құралдары міне барлығы өзінше бөлек болып табылады. Міне бұл екеуін енді тым бөліп жарып қарастыруға болмайды, екеуін бір-бірі ұдайы толықтырып отырады. Мынаның нәтижелері фронт-энд, яғни алғашқы нәтижелерді түзетуге жағдай жасайды. Мысалы кейбір кемшіліктер болатын болса, ол мына екінші кезеңде анықталуы да мүмкін. Сөйтіп бұл үрдіс ретінде қарастырамыз дегеніміз өте орынды. Ұдайы жаңғырып, жаңарып, еш уақытта бақылаудан тыс қалмайды, автоматты жүзеге аспайды. Бұның барлығы үрдіс ретінде жаңарып, жаңғыртылып, қарастырылып, бақыланып отырылады. Міне қарапайым тұтынушы үшін біздің барлық жұмысымыздың, сайт жасауымыздың белгілі бір кезеңі ғана, белгілі бір нәтижесі ғана көрінеді. Мына бір әзіл суретте соның құпиясының көпшілігі назардан тыс қалатындығын көрсетіп отыр. Яғни біз тұтынушысын қолайлы, тез ұғынатын, өте қажетті ақпаратты беруіміз керек, ал оның артында үлкен жұмыстар атқарылады. Бұл процестің мына жерде кезең бойынша қалай жүзеге атқарылатыны өте талдап көрсетілген. Әдетте веб-сайтты жасауға белгілі бір топ, ұжым, мекеме тапсырыс береді. Оны мысалы клиент деп қарастырамыз. Екінші, оны жүзеге асыратын жеке адам болуы мүмкін, адамдар тобы мүмкін. Әдетте бұны жаңағы веб-сайт агенттіктері, арнайы мекемелер, редакциялар жүзеге асырылады. Міне солардың арасында қалай іс-әрекет жасалады, қандай кезеңдерден тұрады, қайсысына қанша уақыт жұмсалады, қандай ресурс жұмсалады, және оның әр кезеңінің нәтижесінде қандай нақты нәтижеге қол жеткізіледі деген сияқты мына жерде үлкен схема көрсетілген. Вовлеченность, міне осы схемадағы екі жақтың қатысуы, екі жақтың бірлесіп жұмыс істеуі деген сияқты барлық процесстер жүзеге асырылған. Мына жерде көрнекі көрсетілген инфографикада. Міне осыны осы уақытта талдап өздеріңіздің жете танысуларыңызға болады. Алдағы уақытта біз осы процесстердің әр қайсына жеке тоқталып, әр қайсының міндеттерін талдайтын боламыз, және өзімізде осы процесстерді бастан кешіріп атқаратын боламыз. Өз жеке веб-сайтымызды, веб-парақшаларымызды, приложение, қосымшаларды жасауға әрекет етеміз. Соның негізгі барлық принциптерін түсінетін боламыз. Енді журналистің міндеті бұл процесстерді толық меңгеру ғана емес, журналистің өз міндеті бар. Ал енді осы процесс табысты болу үшін журналист осының барлығының ұңғыл-шұңғылын өте жақсы білгені жөн. Қай процессте не атқарылады, кім жауап береді, кім сапасы үшін жауап береді, қай жерде қандай қателіктер кетуі мүмкін, болмаса олқылықтар кетуі мүмкін, осал тұсы қай жері болуы мүмкін, табысы, жетістігі қандай болуы мүмкін. Міне осының барлығын журналист
қадағалап бақылап отырған жөн. Сондықтан да біз бұны өте кең талдап түсініп алатын боламыз. Міне қазіргі уақытта кез келген адам, кез келген мекеме, кез келген ұжым табысқа жету үшін өзінің интернет беттерін ашуы керек, болмаса интернет қосымшаларды смартфондарға арналған приложениелерде жұмыс істеу керек. Әлеуметтік желілер ол өз алдында жеке әңгіме. Міне сонымен веб дизайн дегеніміз бұл сайттарда техникалық және құрылымдық ақпаратты жеткізудің жолы болып табылады. Визуалды графикалық дизайнның белгілі бір жүйесі, ол интернет жүйесі арқылы өзі іске асырылады және өзінің белгілі бір аудиториясы, белгілі бір іс-әрекеттері болады. Веб-сайтты жасаудағы мақсат өзіңнің өніміңді басқаларға жеткізу, жарнама, белгілі бір әрекеттерді онлайн арқылы жүзеге асыру, қызмет көрсету деп саналады. Ал енді қазіргі заманғы веб-сайтты жасаудағы мақсат ақпарат тарату, қажетті ақпарат тарату, өзіңнің белгілі бір ақпаратыңды тұтынушы топты қарастыру, соларды қалыптастыру, яғни өзіңнің сіздің тарататын ақпаратыңызға қажетті клиенттердің тобын жинақтау, аудиторияңызды жасақтау болып табылады. Сол арқылы сіз жарнама жасауыңызға болады, өніміңізді өткізуге болады, қызметіңізді көрсетуіңізге болады. Әрине бұл жерде тек қана сайт қана емес, әдетте ол әлеуметтік желілермен қазір бірлесе жұмыс істейтін болды. Өйткені онсыз сізді танымал ету, тез арада үлкен ортаның білуі қиындыққа тудырады. Яғни сіздің компанияның имиджі, бренді деген мәселелер ол әлеуметтік желілермен де тікелей байланысты. Сондықтан сайт пен әлеуметтік желіні қазір бір тұтас қарастырамыз. Екеуі бірін-бірі толықтырып, бірін-бірі жеткілікті етіп отырады. Ал енді сайт жасау кімге керек дегенде, бұл барлық кез келген адамдарға керек. Ең бірінші әрине жаңадан өнім жасап, соны нарыққа шығаруға ұмтылған стартаперлерге керек, компанияларға керек. Товар өндірушілердің барлығы қазір сайтсыз жүзеге аса алмайды. Яғни оны нарықта сатудың белгілі бір жолы, ең қолайлы тәсіл ретінде осы сайт жасау, қосымша жасау үрдісі қалыптасып келе жатыр. Сонымен қатар тек қана сату, қызмет көрсету ғана емес, сонымен бірге белгілі бір имидж қалыптастыру, өзіңнің белгілі бір жағымды ықпалыңды орнықтыру үшін компаниялар өздерінің тарихтарына қатысты, өздерінің өткен жолына қатысты қызықты мағлұматтарды беруі, басқа да амалдарды жүзеге асырады. Міне осының барлығы компаниялардың сайт жасаудағы, мекемелердің, жеке адамдардың сайт жасауға деген сұранысын тудырады. Яғни сайт кез келген адамға керек, кез келген топқа керек. Оның міндеттері өте кең. Қазір жаппай адамдар көп уақытын интернетке жұмсайтын болды. Әртүрлі құралдар өте қол жетімді. Ол қолдағы смартфон болсын, планшет болсын, теледидар болсын, ақылды теледидарлар қазір интернетті қарауға мүмкіндік береді. Міне осының барлығы сайтқа деген сұранысты күн өткен сайын арттырып келе жатыр. Сайттағы ақпараттардың аудиториясы күн өткен сайын өсіп келе жатыр. Ал енді ол өскен сайын оны жұмысында жақсарту қажеттілігі туады. Міне веб дизайн дегеніміз сонымен бүткіл осы бір-бірімен байланысты процестердің барлығын басын біріктіреді. Веб дизайн үрдіс деп айтатын себебіміз осы. Бұл үрдістің нәтижесінде сіз дайын нарыққа бейімделген өнімді аласыз. Ал ол өнім ақпараттық өнім болуы мүмкін, ол ақпараттық қызмет болуы мүмкін, ол неше түрлі сұрақтарға жауап беретін мағлұматтар болуы мүмкін, ол белгілі бір талдамалы материалдар болуы мүмкін. Енді ол мысалы жаңағы журналистің осы ақпаратпен жұмыс істеген топтың жұмыс істеуіне байланысты. Веб дизайн пәні бойынша қандай әдебиеттерді оқуға болады? Ең бірінші мен Дмитрий Кирсанов деген танымал автордың веб дизайн деген кітабын ұсынған болар едім. Бұл кітапта веб дизайнның негіздері, философиясы, қандай элементтерден тұрады, оны бір-бірімен қалай пайдаланыстыра беру керек, қандай принциптері бар,
жақсы веб дизайн мен жаман, нашар веб дизайнның айырмасы қандай деген сияқты мына соны тұтас білуге негізгі мағлұматтардың барлығын беретін жақсы кітап деп есептеледі. Бұл кітапты интернеттен оңай тауып алуға болады, жүктеп алуға болады деген сияқты. Ал енді мына екінші бір кітап, компьютерлік графика мен веб дизайн, бұл мына веб ресурс ретінде интернетте тұр. Оны да қосымша оқып өздеріңізге қажетті мағлұматтарды алуға болады. Сонымен веб дизайнның негізгі ұғымдары, негізгі пәлсапасы, философиясы туралы бүгін әңгіме қозғалды. Ал енді алдағы уақытта осы веб дизайнның элементтері қандай, құралдары қандай, ол құралдармен қалай жұмыс істеуге болады, қай кезеңінде қандай міндеттер атқарылады, соның бәрін талдап танысатын боламыз және нақты практикалық жұмыс істейтін боламыз. Сонымен бүгінгі веб дизайн пәніне қатысты алғашқы лекциямыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса оны чат арқылы, болмаса басқа да құралдар арқылы жеткізулеріңізге болады. Келесі лекцияға дейін сау саламатта болыңыздар.